Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен өткен Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында жұмыстар жалғасуда. Аманат партиясы президенттің барлық бастамаларын қолдайтын бірден-бір партия ретінде Таза Қазақстан республикалық акциясының жалғасы ретінде Таза бейсенбі атты бүгін шараларымыз ұйымдастырылып жатыр. Бүгінгі шараға партия мүшелері, аудандық мекеме, дербес бөлім қызметкерлері, барлық ауыл тұрғындары атсалысуда. Бүгін аудан орталығындағы орталық саябақта тазалау, шөптерін шабу жұмыстарын жүргізетін болсақ, алдағы уақытта бұл жұмыстар саяси, мәдени ескерткіштердің алдары, сол жақта аудан орталық көшелері барлығы тазартылатын болады. Бүгінгі шараға 100-ден астам ауыл тұрғындары қатысып жатыр. Оның ішінде енді спортшылар, мәдениет қызметкерлері, әлеуметтік сала қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер, партия мүшелері, барлық ауыл тұрғындары басым көпшілігі қатысуда.